10 сынып физика 3 тоқсанға арналған БЖ1. 3 нанокулон және де 9 нанокулон екі нүктелік зарядтар түйістіріп 1 см қашықтыққа ажыратып қойған соң олардың арасындағы кулон күшін анықтаңыз. Бірінші екі заряд түйістіреді, қайтадан ажыратады. Оны әр зарядтың шамасын табу керек. Ажырағаннан кейінгі оны біз былай істесек болады. Q1 штрих тең болады Q2 штрихқа. Ажырағаннан кейінгі зарядтардың шамасы бір-біріне тең болады. Оны табу үшін бастапқы екі зарядты бір-біріне қосамын. 3 10-ның минус 9-ды қосамын 9 10-ның минус 9-ға. И оны 2-ке бөлемін. 9-ға 3 қоссақ 12 болады. 12-ні 2-ке бөлсек 6 10-ның минус 9 дәрежесі кулон болады. Ал енді әсерлесу күшін табатын болсақ, бізде К деп отқанымыз 9 көбейту 10-ның 9 дәрежесі, яғни кулон күшін пайдаланып таба береміз. 6 көбейту 10-ның минус 9 көбейтілген 6 10-ның минус 9, оны бөлемін R-дің квадратына. 1 көбейту 10-ның минус 2, 1 көбейту 10-ның минус 4 болады. Мына жерде 10-ның 9 мен 10-ның минус 9 қысқарады. Енді осыны есептейміз ары қарай. 324 көбейту 10-ның минус 5 дәрежесі ньютон болады. Так, кеттік келесі есеп. Суретте 10 нанокулон зарядпен тудырылған электр өрісі келтірілген. Кіші шеңбердің радиусы 2 см, үлкен шеңбердің радиусы 4 см. А және В нүктелеріндегі потенциалды анықтаңыз дейді. Бізде ең бірінші А нүктесі ол үлкен шеңберде. Значит, үлкен шеңбердегі потенциал ол бізде K Q бөлінген R2 болады. Енді біздегі К деп отқанымыз 9 көбейту 10-ның 9 көбейтемін Q заряд 10 көбейту 10-ның минус 9 бөлемін оны R2-ге. 4 көбейту 10-ның минус 2-ге. 4 көбейту 10-ның минус 2. Одан кейін 10-ның 9 мен 10-ның минус 9 қысқарады. 90-ды 4-ке бөлеміз. 22-де 5 көбейту 10-ның 2 дәрежесі вольт болады. Келесі В нүктесіндегі потенциалды анықтау керек. Ол үшін K Q бөлінген R1 болады. Біздегі К деп отқанымыз 9 көбейту 10-ның 9 дәрежесі көбейтемін оны 10 көбейтілген 10-ның минус 9-ға. Оны бөлемін 2 көбейту 10-ның минус 2-ге. Nerede 10-ның 9 мен 10-ның минус 9 дәрежесі қысқарады. Енді есептейміз. 92-ге бөлетін болсақ 45 көбейту 10-ның 2 дәрежесі вольт болады. Потенциалдарды анықтадық. Кеттік келесі. Заряд А нүктесінен С және Д нүктелеріне орын ауыстырған кездегі өріс жұмысының мәндерін салыстырыңыз. Бұл жерде мына нәрсені түсіну керек. Заряд потенциалы А нүктеден С және Д нүктелері, яғни потенциалы бірдей нүктелерге де орын ауыстырып жатыр. Ол кезде қараңыз, жұмыс А-дан С-ға ауысқан кездегі және де жұмыс А-дан Д-ға ауысқан кездегі біздегі жұмыстар бір-біріне тең болады. Енді осыны түсінген болсақ, онда бізде В, С, Д нүктелеріне потенциал бірдей. Мен, значит, В нүктесіндегі потенциалды жаңа таптым. Соны аластан болады. Онда А тең болады Q фи А минус фи В болады. Біздегі зарядымыз 10 көбейту 10-ның минус 9 болады. Ал А нүктесіндегі потенциалдан В нүктесіндегі потенциалды азайтамын. Себебі Адан В-ға орын ауыстырып жатыр ғой. Сонда 4500-ден азайтамын 2250-ді, ол менде 2250 болады. 2250-ді 10-ға көбейтетін болсам, ол менде 22500 көбейту 10-ның минус 9 дәрежесі джоуль болады. Кеттік келесі. Заряд В нүктеден С нүктесіне орын ауыстырған кездегі өріс жұмысын анықтаңыз. В нүктесіне С нүктесі потенциалы бірдей ғой. Мынау В мен С нүктелерінің потенциалы бірдей. Енді қараңыздар, бізде жұмыстың формуласы мынау Q фи В азайтылған фи С. Екеуінде де потенциал бірдей болғандықтан азайтындысы 0-ге тең болып кетеді. Жұмысымыз да 0 джоуль болады екен. Жұмыс жасалмайды деген сөз, себебі потенциал бірдей. Кеттік келесі. Төменде келтірген сызба бойынша жүйенің жалпы электр сыйымдылығын анықтаңыз деген. Бізде S1 12 пикофарад, S2 мен S3 бір-біріне тең 6 пикофарад. Ең бірінші мен S23-ті табам. Оны тапсам, мына екеуі бір-біріне параллель тұр. Параллель жалған кезде бізде екеуі тупа қосыла салады. Яғни 6 пикофарад қосу 6 пикофарад, ол менде
12 көбейту 10-ның минус 12 дәрежесі фарад, яғни 12 пикофарад болады. Ал мына жерде енді жалпы сыйымдылықты табатын болсақ, ол 1 бөлінген S1 қосылған 1 бөлінген S23 болады. 1 бөлінген S1 деп отқанымыз ол 12 көбейту 10-ның минус 12 қосылған 1 бөлінген 12 көбейту 10-ның минус 12. Так, мына жерде ортақ бөлім 12 көбейту 10-ның минус 12 бірге бірді қоссақ ол менде 2 болады. S жалпы бізде тең болады 12 көбейту 10-ның минус 12 оны бөлемін 2-ге, ол менде 6 көбейту 10-ның минус 12 дәрежесі фарад болады екен. Осымен менің БЖБ талдауым аяқталды. Егер БЖБ талдау ұнаса, каналға тіркел, лайк бас, түсе қоңыраушасын басып қой. Осы БЖБ талдауды достарыңа тарат.